Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахимбеков Болат Кулашевич. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы теңге ілу, бүгінгі сабақтың тақырыбы тобық тығу. Тобық тығу ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары ұлттың рухани мәдениетінің, тұрмыс тіршілігінің, салт дәстүрінің ажырамас бөлігі. Олар жас ұрпақтың дене тәрбиесін қалыптастырып қана қоймай, зияткерлік, моральдық және әлеуметтік дағдыларын дамытуға ерекше әсер еткен. Сол ұлттық мұраның бірі тобық тығу ойыны. Бұл ойын ғасырлар бойы балалар мен жас өспірімдердің ой өрісін кеңейтіп, шапшаңдыққа, ептілікке, сезімталдыққа, дәлдікке баулып келген. Ойынның шығу тарихы. Тобық тығу ойыны көне түркі кезеңінен бастау алады. Мал шаруашылығымен айналысқан көшпелі қазақ қоғамында мал сүйектерін тұрмыста қолдану кең таралған болатын. Сол сүйектер арқылы әр түрлі ойындар пайда болды. Солардың ішінде тобық ең берік, қолайлы, әрі қолда ұстап ойнауға ыңғайлы сүйек болғандықтан, оның негізінде балаларға арналған ойындар қалыптасты. Ойынның шығу мақсаты балалардың байқампаздығын арттыру, ойлау қабілетін дамыту, ептілікке үйрету, топпен ойнау дағдысын қалыптастыру. Ойынның мазмұны мен ережелері. Тобық тығу ойыны ең алдымен топ болып ойнауға арналған. Ойыншылар саны 5-10 адамнан тұрады. Ойын көбіне көктем мен жаз мезгілдерінде далада, үйдің іргесінде немесе кең аулада ұйымдастырылады. Ойын ережесі. 1. Ойыншылар шеңбер құрып тұрады. 2. Bir ойыншы жасырушы болып таңдалады. Ол тобықты бір ойыншының алақанына білдіртпей тығып береді. 3. Қалғандары оның тобықты қай ойыншыда екенін табуы керек. 4. Табыңыз деп белгі берілгенде барлық ойыншылар алақандарын жабық ұстап тұрады. 5. Іздеуші ойыншы кез келген қатысушыдан тобық сенде ме деп сұрай алады. 6. Егер тапса, тобықты қолына алған ойыншы келесі жасырушы болады. 7. Егер таппаса, іздеуші қайта жалғастырады немесе айып ретінде ойыннан уақытша шығады. Ойынның түрленуіне байланысты. Ойынның негізгі мақсаты. Ептілік пен қулықты сынау, байқампаздық пен зеректік дамыту, командалық ойлауды қалыптастыру. Ойын әрқашан көңілді өтеді, себебі ойыншылар тобықты байқатпай беруге тырысады, және іздеушіні шатастыру үшін түрлі айла қолданады. Ойынның тәрбиелік мәні. Тобық тығу ойыны тек уақыт өткізу ғана емес, ол балалардың ойлау жүйесін дамытатын ұлттық педагогика құралы. Тәрбиелік ерекшеліктері. Зеректік пен аңғарымпаздықты арттырады. Қимыл қозғалысты дамытады, моторикаға жақсы әсер етеді. Қулық пен тапқырлықты шыңдайды. Топ ішіндегі қарым-қатынасты нығайтады, достық пен ұйымшылдыққа тәрбиелейді. Балаларды әділдікке және ойын ережесін сақтауға үйретеді. Қазіргі замандағы тобық тығу. Бүгінгі күні тобық тығу ойындары ауылдық жерлерде, ұлттық мерекелерде, этнографиялық фестивальдерде жиі ойналады. Мектептерде ұлттық ойындар сабағында пайдаланылып, балалардың логикалық және моторлық дағдыларын дамыту құралы ретінде ұсынылады. Сонымен қатар қала мектептерінде ұлттық ойындарды жаңғырту жобалары арқылы тобық тығу ойындары қайтадан кең тарала бастады. Бұл ойынның қарапайым құралдары мен қызықты логикалық элементтері оның бүгінгі күнде де өзектілігін сақтайтынын көрсетеді. Қорытынды. Тобық тығу қазақ халқының ұлттық мұрасынан қалған құнды ойындардың бірі. Ол балалардың есте сақтау қабілетін, шапшаңдығын, байқампаздығын дамытып қана қоймай, ұлттық мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады. Ұлттық ойындарды ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, оларды сақтап, жаңғырту әрбір қазақстандықтың парызы. Тобық тығу сияқты қарапайым, бірақ мағыналы ойындар арқылы жас ұрпақ ұлттық рухты бойына сіңіреді. Бақылау сұрақтары. 1. Тобық тығу ойынның шығу тарихы қандай кезеңдермен байланысты? 2. Ойынның негізгі ережелері мен ойнау тәсілі қандай? 3. Бұл ойынның балаларды тәрбиелеудегі қандай маңызды қырлары бар?
4. Қазіргі таңда тобық тығу ойыны қандай жағдайларда және қай жерлерде ойналады? 5. Ұлттық ойындарды сақтаудың маңызы неде және тобық тығу соның ішінде қандай рөл атқарады? 6. Тобық тығу ойынын ойнау барысында қандай тактикалар мен тәсілдер балалардың шапшаңдығын арттырады? 7. Ойын кезінде қолданылатын тобық пен оны жасыру тәсілдерінің қандай ерекшеліктері бар? 8. Бұл ойын топтық өзара әрекеттесу мен балалардың бір-бірімен қарым-қатынасын қалай дамытуға көмектеседі? 9. Тобық тығу ойыны қандай жас санаттар үшін ең қолайлы және неге? 10. Ұлттық ойындарды заманауи білім беру бағдарламасына енгізудің қандай артықшылықтары бар және тобық тығу ойыны ол процесте қандай үлес қоса алады? Келесі сабақтың тақырыбы тақия тастама. Назарларыңызға рахмет.